сендермен қазір әдіс арқылы амандасып аламыз. Бір-бірімізге қарсы қаруларыңызды кішкене ашыңыздар. Қазір интербелсенді хаттарға қарайсыздар. Сіздерге сәлемдесудің түрлері көрсетіледі. Мен стопты басып қалдым. Бөлекше. Шынтағыңызбен балалар. Аяғыңызбен. Тағы да аяғыңызбен. Шынтасамыз. Қол алсаңыз. Ал керемет жақсы. Балалар, оң келіңіз кішкене көтерілді ма? Енді балалар, оның жолы тұрмастан қараңыздаршы. Мына жерде түрлі түсті жолақтар бар, иә? Әр оқушы бір-біріне қарап таңдалып күнде қандай түсті жолақтар. Күлгін түстілер сіздер мұрағат тобы боласыздар, бірінші топ боласыздар, мына жаққа отыра қалыңыздар. Қазір мен сіздерге тұратын балалар. Күлгін түстілер сіздерге мынандай күлгін түсті сыман сағаттардан табылғаныңызды деп білдім. Бұл сендерге сабақ барысында тағы күнде. Сабақ барысында керек болады, тағы күнде болады. Мына жерде мөлшер үстелін тауып аласыңдар да, оған жасап аласыңдар. Түсінікті? Абылай саған сенің көмектессін, бар саған өзінің столын көмектессін. Қандай? Мөлшер. Осыдан енді сабаққа мақсат шығады. Қараңыздар. Материалдар бойынша негізгі жүйелер болады, ережеге қараңыздар, оқулықтар. Ол қалай жасалады? Ол көсемшенің қайталану арқылы жасалады. Мысалы, көрек, айта, жүрек десек, бұл да себеп салдар үстеуі болады екен, туынды түрі болады. Еске сақтап қой, балалар. Ендеше қазір осы себеп салдар үстеуі туралы білімімізді сабақ барысында әрі қарай кеңейтетін боламыз тапсырмаларға қойып. Бірінші тапсырмаға ішінде балалар, қазір мен сіздерге тыңдауымды қосам, аудио қосам. Сол аудионы мұқият тыңдап отырыңдар, өйткені мұнда ойда айтылған тапсырма қазір сендерге тыңдауынан кейінгі тапсырмаға қажет болады. Жазам десеңдер, қысқаша жаз болғанға да болады. Күндер ашқан сайын оның тылсым табиғатын жаңа құндылықтарды үйренеді. Наданмен дос болғанша, кітаппен дос бол деп текке айтылмаған. Кітап оқыған адамның шетте қалмасы анық. Қазіргі заманда техниканың дамуына байланысты кітапханалардың болашағы жоқ деген сөздің қисыны келмейді. Себебі компьютер адамның денсаулығына, әсіресе көзіне зиян. Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі білім қазынасы. Дәптердеріне жазып қойыңдар балалар. Дәптердеріне жазып, дәл ортасына ал оқы. Ертең сіз неге бітіресіз, егерге шаршайсыз, келген өзінің жауабын айтамын. Онда себеп салдар үстеуі бекерге. Бекерге дейік, ары қарай. Кітаптан бері неге айтпады? Босқа тосып отырмыз ба? Бұл сөйлемде себеп салдар үстеуі бекерге. Дауысын шығарайық, босқаймыз ба? Қайсысы? Бесінші балы босқа. Босқа. Көре, көсем болашын, сөйле, шешен болашын деген сол. Мұнда себеп салдар үстеуі көре, сөйле. Жаңағы туынды сөйлеген осы балалар. Көре, сөйле. Жақсы, бірінші топты тыңдаймыз, сосын өзара бағаларымызды білеміз. Бұнда амасынан тұрған ол ескі жағдай беттеді. Мұнда себеп салдар үстеуі амасынан. Әрқашанда осылай, ешкім сенбейді маған, босқа жүрген шабуыл. Бұл сөйлемде себеп салдар үстеуі босқа. Кеше жауабын беремінген уәде еткен едім. Лашсыздан келістім. Мұндағы себеп салдар үстеуі лашсыздан. Өте жақсы балалар. Енді бір-бірімізді бағалай қояйық өзара. Бұнда максималды балл 7 балл балалар. Сымақ сағаттарыңызды көтере қойыңыздар, мен өзім қарай қоямын. 7 балл қоямыз ба? 7 балл. Барлық сөзді таптық, иә? Сіздер ше ақниет кішкене шатасып кетті ғой. Қоямыз ба? 7 қойыңыздар ма барлықтарыңыз? Жақсы, келісемін. Келесі екінші тапсырма балалар. Енді деңгейлік тапсырмаларға көшейік балалар. Қазір сіздердің топтарыңыз қосылады. Топпен емес, жекеге, жүкпен секілді жұмыстар болады. 8 балл жоғары балл. 8 балл. Жақсы, келісемін балалар. Барлық жауаптарын дұрыс жауаппен сәйкес келді. Келесі, енді үшінші деңгейдің тапсырмасын балалар. Соған көшейік. Дайынбыз ба? Абылай Динара. Қайсы тапсырма балалар таныстырылу болды. Жинақ мәтін арқылы ортаға қалды. Кім ретінде таныстырасыз? Мен өзімді кетемін. Ал тыңдайық балалар. Сәлеметсіздер, мен құрметті дамытуға қатысушылар. Менің есімім Серікжан Сындар. Мен бүгін сіздерді Конгресс кітапханасымен таныстырамын. Конгресс кітапханасы кітаптар саны жөнінде және алып жатқан аумақ жағында да әлемдегі ең үлкен кітапхана болып саналады. Конгресс кітапханасында назарларыңызда бұл жерде 437 тілге аударылған 32 миллионнан аса кітап. Кітаптар мен құнды ақпараттар. Және де бұл жерде 61 миллиондай сирек кездесетін қолжазбалар бар. Оқығанды жатасыңдар ма? Иә, жатамыз. Кітап оқуға қатысты елдегі қандай жобаларды білесіңдер? Өз айтасыңдар балалар. Енді мен сендерге кітап және кітапхана туралы қызықты мәліметтерге бөліскім келеді.
Шетел кітапханалар Нью-Йорк көшелерінде пайда болды. Оларда бір ғана оқырманға орын бар. Қазақстанда кітаптардың негізгі орнасы Алматы қаласында орналасқан ұлттық кітапхана. Оның ашылғанына 100 жылдан асты. Қазақстандағы ең кішкентай кітап Сәкен Сейфуллин кітабы. Оның ені 2 см және биіктігі 3,2 см. Ол 27 өлеңнен тұратын 96 беттен құралған. Оны тек арнайы оқытқышпен ғана оқуға болады екен балалар. Осы мәліметтерді естеріне сақтап алыңдар балалар. Жарайды ма? Сабағымызда алған білімімізді бекіту үшін сіздерге батарея әдісін қолданатын боламыз. Кітап сені матуаларды балаларға таратып берсек, бір-бірден екеуден болады. Батарея әдісі арқылы қазір сабағымызды бекітетін боламыз. Үшінші номер кімде? Ала жазсын, саған сұрақ. Үстеудің неше мағыналық түрі бар? 7 мағыналық түрі. 7 мағыналық түрі. Өте жақсы. 5 ұпай сен келесі. 5 кімге? 5 менде. Сұрағы. Себеп сонда істеуге анықтамайды. Маған бүгінгі сабақ өте қатырмады. Мен көп ақпараттар алдым, сол ақпараттарды есімде. Маған бүгінгі сабақта төпен жұмыс істе қатырмады. Енді балалар үйге тапсырма, 181-ші тапсырма. Кітапхананың адам үшін маңызы қандай деген тақырыпта мәтін жазасыңдар. Бірақ шарты ішінде үстеулерді қолданып бересіңдер. Смарт сағаттарыңызды шығара қойыңыздар, мен бағалап шығайын. Иә? Үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Үй тапсырмасын не тапсырды? Жазып алыңыздар. Смарт сағаттарыңызды шығара қойыңыздар, мен сіздерді бағалап беремін. Осымен балаларымыздың сабағымыз аяқталды. Сіздерге үлкен рахмет. Сіздерге таныстық. Қатысқандарыңызға жаздыққа үй тапсырмасын кім жазды балалар? Сабақ аяқталды. Оқулықтарыңызды жинап, келесі сабаққа